Шұғыл жаңалық. Тайваньның қорғаныс министрлігі арал маңында 8 Қытай әскери кемесі мен 3 әскери ұшақтың қозғалысын бақылауға алғанын хабарлады. Ресми мәліметке сәйкес, Қытай әскери кемелері мен ұшақтары Тайвань айналасындағы теңіз және әуе кеңістігінде кезекті бақылау кезінде анықталған. Тайвань қарулы күштері өз кемелері мен әуе күштерін жұмылдырып, жағдайды толық бақылауда ұстағанын мәлімдеді. Бұл оқиға Бейжің мен Тайбэй арасындағы шиеленіс күшейген кезеңде тіркеліп отыр. Соңғы жылдары Қытай Тайвань маңындағы әскери белсенділігін арттырды. Қорғаныс министрлігі жағдайдың бақылауда екенін айтып, халықты сабыр сақтауға шақырды. Сарапшылар Тайвань бұғазындағы тұрақтылық жаһандық қауіпсіздік пен халықаралық сауда үшін аса маңызды екенін атап өтуде. Тайвань Қытайдың әскери қозғалысын мұқият бақылауды жалғастырып отыр. Жағдайды АББ Ньюс бақылауда ұстайды.